Сәлеметсіздер ме? Қазақстан тарихы 7-ші сынып 2-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы 19 ғасырдағы білім беру мен ағарту ісі. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7-2-3-2 19 ғасырдың 2-ші жартысындағы білім беру мен ағарту ісінің даму ерекшеліктерін түсіндіру. Сабақтың мақсаты оқушылар тарихи ақпаратты қысқа, түсінікті әрі креативті форматта жеткізуді үйренеді. Ағартушылар өз еңбегі арқылы халықтың дамуына үлес қосты. Ескерту: Қазақстан тарихы пәні бойынша бұл тақырып 2-ші тоқсанда 2 сабаққа берілген. Бірінші сабақ теориялық түрде өтеді, екінші сабақ практикалық түрде өтеді. Оқушылар бір тапсырма орындайды. Осы берілген тақырыпқа тарихи TikTok видео жасайды. 30-40 секундтық тарихи TikTok видео жасайды. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы осы 3 ұлы толғаны алып видео генерация жасайды. Видео генерация жасау үшін бірінші промптын дайындап алу керек. Ол үшін кез келген интернет қосымшасын ашып, ChatGPT қосымшасында промпт дайындап аламыз видео генерация үшін. Менде мұнда арнайы сұраныс бар, соны көшіріп алып қоямыз. Нәтижесінде қазір бізге промпт дайындап береді. Міне негізгі промпт ағылшынша тілінде дәлме-дәл көрсету үшін осы промптты жүктеп аламыз өзімізге. Міне осы промптты көшіріп алып, Heigen қосымшасына кіреміз. Осы жерге дайын промптты қоямыз және де жібереміз. Нәтижесінде бізге видео дайындап береді. Полный экранға қоямын. Шоқан Уәлиханов былай деген: Міне бірінші кадр Шоқан Уәлиханов туралы. Біз өз тарихымызды, тегімізді және мәдениетімізді терең білуіміз керек. Қаша тарихи TikTok видео дайындап береді. Оны өзімізге жүктеп аламыз да, дайын өнімнің QR кодын дайындап аламыз QRMate программасында. Балалар одан кейін қорғау талқылау, әркім өзінің бірнеше топқа бөлініп жасаса да болады бұл тапсырманы. Бөліп алып, міне Шоқан Уәлихановты бір топ, Ыбырай Алтынсаринді екінші топ, Абай Құнанбайұлыны үшінші топ алды деп. Және де әр оқушы осы жасалған видеоны қорғай отырып, осы кісілердің еңбектерін атап өтеді.